құрметті мемлекет басшысы, төтенше жағдайлар министрлігі басшылығы ел игілігі жолында қызмет етіп жүрген біз секілді құтқарушылар үшін баспанаға бір қадам жақындау үлкен қолдау. Сіздерге шын жүректен алғысымды білдіремін. Биыл еңбек жылы болып есептелінеді. Осыған байланысты еңбек жылында ауыр еңбекпен қызмет атқарып жатқан төтенше жағдайлар қызметкерлеріне президент тарапынан және төтенше жағдайлар министрлігінен үлкен қолдау беріліп, оларға алғашқы баспаналарына рұқсат етілді. Ең бірінші өздерінің өмірлерін қауіпке төндіретін осындай қызметкерлердің еңбегі бағалана берсін. Аналық ақ тілегімді айтып, рахметімді жолдаймын.